Саламатсыз ба? Мен осы бөлімшенің мергерімін, есімім Айгерім. Мен сізге дәрігердің тағайындауы бойынша мұрын қуысы күтімін жүргізетін боламын. Сіз келісіміңізді бересіз бе? Пациент келісім берді. Енді біз процедураны бастаймыз. Ең бірінші процедурамызды бастамас бұрын перчаткамыздың жарамдылық мерзімін және бүтіндігін тексеріп аламыз. Жарамдылық мерзімі 2022-ге дейін және бүтіндігін қарап тексереміз. Перчатканың сыртындағы қағазын бірінші кітапша тәрізді қылып ашып аламыз. Одан кейін ең бірінші қолымызды ішіндегі перчаткаға кигізбей сыртын деп қайырып аламыз. Бірінші өзімізге ыңғайлы болуы үшін. Біз қолымызды 111-ші бұйрық бойынша өңдейтін боламыз. Алдымен сұйық сабынмен. Бірінші кранды ашып аламыз. Судың температурасын өзімізге қолайлы етіп алып аламыз. Одан кейін ылғалданыңызда сұйық сабынды өзімізге керек мөлшерде алып аламыз. Қолымызды жуамыз. Бірінші ішкі бетін. Одан кейін алақанның сыртқы бетін. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5. Үшінші саусақтың аралығын. Одан кейін қуып тәрізді жуатын боламыз. Одан кейін бас бармақты жуатын боламыз. Және білезікті ала кетеміз. Келесі қолды да солай бас бармақты бастаймыз. Одан кейін саусақты 1, 2, 3, 4, 5. Және де соңғы әдіс біз саусаққа да жұмып алақанға екпелеу әдісін. Және қолымызды жуамыз. Жоқ болғаннан кейін салфетканың көмегімен қолымызды сүртеміз. Ішкі жақ бетін. Сыртқы бөлігін қолымыздың. Және де екінші қолымызды суы кеткенше әбден құрғататын боламыз. Енді сыртқы бөлігін суы кеткенше әбден құрғатамыз. Және оны біз А классына тастаймыз, қалдық классын. Енді антисептик көмегімен қолды өңдейміз. Дәл жаңағы әдіс бойынша алақанның ішкі бетін, сыртқы бөлігін алақанның сыртын 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Және де алақанның ішкі бөлігін саусақ аралықта өңдейміз антисептик көмегімен. 2, 3, 4, 5. Одан кейін төртінші құлып тәрізді. Және де бас бармақты 1, 2, 3, 5. Және білезікті аламыз. Бас бармақты келесі қолымыздың. Және білезікті 2, 3, 4, 5. Ең соңғы әдіс ол қолымызды жұмып, яғни алақанға екелеу. Саусақтарды жұмып. Енді қолымызды жуып болғаннан кейін біз перчатканы киюді бастаймыз. Ең бірінші оң қолдан бастап киетін боламыз. Ең бірінші оң қолдың перчаткасын кию үшін сол қолдың көмегімен қайырылған шетінен сыртына тигізбей оң қолды киеміз. Сол қолды кию үшін екінші, үшінші, төртінші саусақтың көмегімен қайырылған шетін сыртқы жағынан ұстап, сол қолымызды киетін боламыз. Киіп болғаннан кейін ауасын шығарамыз. Және де сыртындағы қорғаныш қағазын ішкі бөлігінен сыртына қарай орап, оны біз А классына тастайтын боламыз. Бірінші керекті құрал-жабдықтар. Бірінші біз биксті 30 градуста ашып, залалсыздандырылған пинцетті алып аламыз. Және залалсыздандырылған пинцеттің көмегімен стерилді лотоктарымызды шығарамыз. Екінші, яғни пайдаланған мақта турнирларды салуға арналған екінші лоток шығарамыз. Және стерилді мақта турнирларын стерилді лотокке салып аламыз.
Құрал жабдықтар дайындап болғаннан кейін пациенттің жанына келіп, оны фаулер қалыпта жатқызамыз ыңғайлы етіп, және де сол қолымызды төрт жасауын маңдайдың пациенттің маңдайына қойып, бас бармақты мұрын бөлігін сәл жоғары көтереміз де, оң қолдың көмегімен пинцетті ұстап, мақта торуынданы мензуркадағы вазелин майына сәл батырамыз да, оны сығып, жаймен жиегіне мензурканың жаймен деп ақырындап, мұрын бөлігіндегі қатқан бөлінулер болса, соны жібіту үшін айналмалы қозғалыспен мақта турундасын жаймен кіргіземіз. Пациенттің мұрнын жарақаттанбай жаймен деп кіргіземіз. Егер қатқан бөлінулер болса, оны 2-3 минутқа қалдырып қоямыз. Ол пациенттің мұрындағы қатқан бөлінулерді жібіту мақсатында. 2-3 минут уақыт өткеннен кейін оны қайтадан айналмалы қозғалыспен суырып аламыз жаймен деп. Және де оны екінші стерильді емес лотокке тастаймыз. Пациенттің екінші мұрнының деңгейінде, екінші мұрнында дәл солай мақта турунданы алып, мензуркадағы вазелинмен батырып, жаймен сығып, оны екінші мұрнында да дәл солай жаңағы әдіспен қайталаймыз. Пациенттің мұрнын жарақаттанбайтындай етіп, жаймен кіргіземіз. Мұрында қатқан бөлінулер болса, 2-3 минутқа қалдырамыз. 2-3 минут уақыт өткеннен кейін дәл солай айналмалы қозғалыспен жаймен деп шығарып аламыз. Мұрын бөлігінің ішінде вазелин майы қалып қоюы мүмкін. Соны кетіру мақсатында тағы да екінші рет дәл солай мақта турунданы алып, пациенттің пинцеттің көмегімен жаймен деп кіргізіп, мұрын бөлігіндегі қалған майларды шығарып аламыз. Айналмалы қозғалыспен қайтадан шығарамыз. Стерильді емес лотокке тастаймыз. Екінші мұрын тесігіне дәл солай қайталаймыз. Айналмалы қозғалыспен оны қайтадан шығарып аламыз. Стерильді емес лотокке тастаймыз. Мұрын тазалап болғаннан кейін, мұрын айналасында жағылып қалған вазелин майларын тазартамыз. Стерильді емес лотокке тастаймыз. Және тағы бір сүртеміз. Стерильді емес лотокке тастаймыз. Енді біздегі пайдаланылған мақта турундаларын, дәке салфеткаларын Б классына тастаймыз. Ал пайдаланылған пинцеттерді, мензуркаларды, оларды арнайы залалсыздандыру ыдысы бар ерітіндіге саламыз. Осымен біз процедурамызды аяқтаймыз. Және перчаткамызды шешеміз. Б классына тастаймыз. Көзге күтім жүргізу мақсаты ауыр халдегі пациенттердің көздерін жуу, пациенттің шеге бас гигиенасын сақтау, және дәрі-дәрмектерді тамызу, және қолданылуы ауыр халдегі пациенттерге және көздің іріңдеу кезінде қолданады бұл күтім. Енді бізге керекті құрал жабдықтар, сүлгі керек болады, 2 лоток, біреу стерильді емес стерильді, дәке тампондары, пинцеттер, фурацин ерітіндісі, мензуркалар, стерильді вазелин майы, тамызғыштар, физиологиялық ерітіндісі бар ыдыс және А, Б тобы класс қалдықтары керек болады. Яғни ең бірінші біз пациентті фаулер қалыпта жатқыза аламыз, яғни өзіміз процедурамызды жасауға ыңғайлы болу үшін 45-60 градуста жатқызып аламыз. Және де жатқызып болғаннан кейін пациенттің келісімін аламыз, пациенттің өзінің келісімін береді. Одан кейін біз сүлгіні алып, пациенттің кеуде аймағына жабамыз. Бұл пациентке жаңағы физиология ерітінді, фурацилин тамызған кезде бүлдірмес үшін. Енді жаймен деп біз процедурамызды бастаймыз. Ең бірінші оң қолымызбен пинцеттің көмегімен мензуркаға құйылған вазелин майына батырамыз да, жаймен деп оны мензурканың шетіне сығып аламыз. Сығып болғаннан кейін енді біз майға батырылған пинцеттің стерильдігін лотокке тастаймыз. Және де оң қолдың көмегімен дәке тампонын пациенттің көзіндегі жаңа ірің қабықшаларын ақырындап сыртқы бұрышынан ішкі бұрышына қарай сүртеміз. Стерильді емес лотокке тастаймыз. Екінші, оң қолдың көмегімен стерильді дәке тампонын алып, бірінші
құрғатып аламыз. Көздің сыртқы бұрышынан ішкі бұрышына қарай. Стерильді емес лотокке тастаймыз. Одан кейін құрғатып алғаннан кейін біз фурацилин ерітіндісімен шаятын боламыз, сүртетін боламыз. Яғни фурацилин ерітіндісіне батырып, жиегіне сығып, дәке тампонын дәл жаңағы әдіс бойынша көздің сыртқы бұрышынан ішкі бұрышына қарай сүртіп, стерильді емес лотокке тастаймыз. Және көзді құрғатамыз, құрғатып сүртеміз. Көздің сыртқы бұрышынан ішкі бұрышына қарай. Және стерильді емес лотокке тастаймыз. Және де егер пациенттің көзінің ішкі бұрышында іріңді бөлінділер болатын болса, онда біз сол оң қолымызға тамызғышты алып аламыз. Физиологиялық ерітіндіні алып аламыз. Тамызғыштың көмегімен, яғни сол қолдың бас бармағымен, сұқ саусағымен көзін ашып тұрып, көздің бұрышында іріңді қатқан бөлшектерге физиологиялық ерітіндіні тамызып, оны стерильді емес неге тастаймыз лотокке. Және де ол бізде жаңағы физиологиялық ерітіндіміз іріңдіні жібітеді. Іріңді бөлігі жібіп болғаннан кейін дәке салфетканың көмегімен дәл жаңағындай әдіспен сүртіп аламыз. Көздің сыртқы бұрышынан ішкі бұрышына қарай. Стерильді емес лотокке тастаймыз. Дәл осылай әдіс бойынша екінші көзінде осылай сүртіп шығамыз. Енді бізде қолданылған заттардың барлығын, яғни дәке тампондарын, перчатканың барлығын Б класына тастаймыз. Ал пинцеттер, лотоктар, мензуркалар арнайы дезинфекциялық ерітіндісі бар ыдысқа салынады. Құлаққа күтім жүргізу мақсаты аурудың алдын алу, пациенттің жеке бас гигиенасын сақтау, дәрі-дәрмектерді тамызу және пациенттің құлақ қуысында және есту жолдарындағы құлықтың пайда болуы. Яғни көрсеткіші пациенттің халі ауыр жағдайы және пациенттегі құлықтың пайда болу кезінде қолданамыз. Ал қарсы көрсеткіші пациенттің есту жолдарындағы және құлақ қуысындағы қабыну процестері болған жағдайда біз қолданбаймыз. Яғни бізге одан кейін керекті құрал-жабдықтар, лотоктар, стерильді емес, және де сабынды ерітіндісі бар ыдыс керек болады. 3% сутегі асқын тотығы, мензуркалар, одан кейін пинцеттер, мақта туындалары, дәке салфеткалары, физиологиялық ерітіндісі бар ыдыс және А, Б тобындағы қалдықтар керек болады. Ең бірінші пациентке келіп жүргізетін процедураның іс-шараның мақсатын бәрін түсіндіріп аламыз. Пациенттің келісімін аламыз. Яғни пациент өзінің келісімін береді. Енді келісімін алып болғаннан кейін біз процедураға көшеміз. Яғни сүлгіні алып аламыз. Пациенттің кеуде аймағына жаямыз. Өйткені пациенттің киімін бүлдірмес үшін, үстіне тамызбас үшін сүлгіні төсеп алдық. Одан кейін құлақ күтіміне жүргізетін аймаққа қарай лотокты қоямыз. Лотокты қойып болғаннан кейін енді процедурамызды бастаймыз. Ең бірінші пинцеттің көмегімен дәке салфеткасын алып, сабынды ерітіндісі бар ыдысқа салып, ақырындап оны жиегіне сығамыз. Сығып болғаннан кейін құлақ қалқанын сыртқа және жоғары қарай ұстап, ішкі жағын сүртеміз. Күрлерді түйттіру мақсатында жүргізіледі бұл. Және де екінші дәке салфеткасын алып, дәл жаңағындай сабынды ерітіндісі бар ыдысқа батырып, жиегіне сығып, құлақ қалқанын сыртқы жағынан сүртіп шығамыз. Стерильді емес лотокке тастаймыз. Одан кейін құрғатып сүртеміз. Екіншісін құлақ қалқанын ішіне қарай. Енді сыртқы жағын сүртеміз құлақ қалқанын. Стерильді емес лотокке тастаймыз. Одан кейін құлақ қалқанын сүртіп болғаннан кейін енді пинцеттің көмегімен мақта туындыны алып 3%, яғни сутегі асқын тотығы, ол 36-37 градустағы жылы болу керек, яғни мензуркаға құйылған арнайы дайын. Соған батырамыз да жаймендеп сығып, ақырындап ұшынан ұстап, құлақ қалқанын сыртқа жоғары қарай ұстап, 1 сантиметрге жетпестей етіп жаймен ақырындап кіргіземіз. Ол құлақ қуысында қабыршақтар болса, соны жібіту мақсатында.
1 минутқа қойсақ та болады. 1 минут уақыт өткеннен кейін дәл солай айналмалы қозғалыспен шығарып аламыз. Лотокке тастаймыз. Енді құрғатып сүртеміз. Ұшынан, мақта туғанданың ұшынан ұстаймыз. Құлақалған сыртқа көтеріп, жоғары қарай жаймезеп кіргіземіз. Құрғатып, айналмалы қозғалыспен құрғатып, ақырында пациенттің құлағын жарақаттанбайтын етіп сүртіп аламыз. Одан кейін пинцетімізді стерилді емес лотокке тастаймыз. Енді дәл осылай әдіс бойынша екінші құлағында осылай сүртетін боламыз. Одан кейін пайдаланған стерилді емес лотокты аламыз. Слюганы алып, арнайы лас қапшыққа тастаймыз. Пайдаланылған дәке тампон, мақта турынданы Б классына тастаймыз. Одан кейін пайдаланған стерилді мензуркаларды, етініс бар ыдыстарды, физиологиялық ыдыстардың барлығын дезинфекциялық етініс бар ыдысқа салып қоямыз. Яғни одан кейін перчаткамызды шешеміз. Шешіп, бұны да Б классына тастаймыз. Осымен процедурамызды аяқтаймыз.